Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен өзбек халқының сүйікті тағамдарының бірі дәмі ерекше хамир хасибті дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз, сонда сіз менің видеоларымды өткізіп алмай бірінші болып көріп отырасыз. Бұл тағамның дәмі ерекше, дайындалу жолы да аса қатты қиын емес, сондықтан бірге дайындайық. Ең алдымен қамырын басып қоямыз. Ол үшін бір жұмыртқаға жылы суымызды құйып, үстінен тұзымызды салып, қазір қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеп, басып, оны жаңағында бетін жауып, қойып қоямыз. Не болса салафанға салып, мантының не болмаса еттің нанын дайындаған сияқты дайындалады. Хамир хасибтің қамыры тура солай, міне жаңа ұнымызды бәрін қосып, қамырымызды илеп, дайындап, осылай бетін жауып қойып қоямыз. Келесі бізде күрішке қайнап тұрған суды, яғни кипятокты құямыз да 30 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. Міне, келесі фаршымызға пиязымызды тураймыз, өте ұсақтап тураймыз. Кішкентай 4 бұрышты бөліктерге бөліп, өте ұсақтап тураймыз пияздарды. Міне, пиязымыздың барлығын турап болдық. Фаршымызға қосамыз. Менде сиыр етінен тартылған фаршы. Оның үстіне жаңағы 30 минут бұғып болған күрішімізді қосамыз. Тұздаймыз, бұрыштаймыз және қалауымызша дәмдеуіштер қосамыз. Сосын жақсылап араластырып аламыз осы салмамызды. Келесі бізде қамырымызды бағана салафанға немесе ыдысқа салып қоямыз дедік қой. Ол әдемі болып демалып тұрды қамыр, міне. Соны алып, енді жаямыз. Жайғанда да тура етке салатын жайма нан бар ғой. Жайма не болмаса жаңағы мантының нан сияқты өте жұқа етіп жайып аламыз қамырымызды. Міне, дайын болды, қамырымыз жайылып болды. Енді осыны 4 бұрышты, яғни квадратный бөліктерге қазір бөліп шығамыз. Келесі жаңағы дайын болған салмамызды осылай саламыз, барлығына салып шығамыз. Енді бұрышынан бастап ораймыз. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай бұрышынан аламыз да осылай ораймыз. Қазір тағы да көрсетіп жіберейін қалай орағанымды. Конверт сияқты орайсыздар ғой, міне. Бұрышынан әкеліп, осылай ұзынша етіп орап шығасыздар. Міне, барлығын орап дайындап алдық. Енді мантаваркада қазір мен пісіретін боламын. 40-45 минутта мантаварканы астында майлап алам. Сіздер параваркада пісірсеңіздер де болады, яғни мультиваркада. Барлығын осылай жақсылап салып алыңыздар. Араларын жақын қылдырып жібермеңіздер, өйткені піскен кезде ол кішкене үлкейеді, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді бетінде осылай майлап шығамын. Сіздер майламасаңыздар да болады, қалауларыңызша. Міне, майлап болғаннан кейін 45 минутқа мантаваркада пісіріп аламыз. Міне, біздің хамир хасибіміз дайын, дәмі өте ерекше болып шығады. Соусқа менде томатный соус, сіздер қалауларыңызша сыр қосылған, не болмаса қаймаққа жаңағы чеснок қосылған соуста берсеңіздер болады. Ол өз қалауларыңызша. Видео ұнаса, сіз де жасап көріңіз. Ас болсын!